Қайырлы күн, оқырман қауым. Мен Ұлттық ұлан академиясының курсанты Қуаныш Ерасыл Қуанышұлы. Мен бүгін сіздермен бөліскім келетін дүние ол Әнуар Әлімжановтың мынау кітап. Әнуар Әлімжановтың повесті бар, 1960 жылы дүниеге келген. Ол повест «Караван идет к солнцу» деген атты повест. Автор ол повесте өзінің қазақ халқын соғыстан кейінгі бір ауылдың өзінің тіршілігін, өмірін бейнелеген. Және ол жердегі қазақ халқының қандай да қиындықтарын көрсе де, кеңес өкіметінің қысымын көрсе де, қандай оның балалары жетім өссе де, былайша айтқанда қандай өмірден сынақ алса да, олар сонда да жетістікке жеткені туралы айтуға болады. Және жетістікке жеткеннен кейін олар өздерін мықты адам ретінде көрсетіп, өздерін жақсы қасиеттермен олардан сабақ алуға болады. Мысалға, олар неше түрлі қиындық көрді, бірақ олар сонда да жетістікке жетті. Онымен қоса оны айтуға болады, что ол жетістікке жетті деп. Өйткені былайша айтқанда автор өзінің идеясында ол оқырмандарды былайша айтқанда бейбітшілікке, ынтымақтастыққа және шыдамдылық пен төзімділікке үйретеді. Ол шығармада, повестінде тек қазақ халқының өмір салтымен ғана емес, тек көне тарихпен де батыс пен шығыстың тарихын қоса отырып, соның тарихи маңыздылығын суреттеп кеткен. Және табиғаттың өзін шебер суреттеген болатын. Ол шығармада автордың маңызды идеясы жастарды бейбітшілік пен төзімділікке үйретеді. Ол қасиет өте өнегелі, жақсы қасиеттердің бірі. Қазіргі таңда біздің жастарымызға ол қасиет өте қажет болады. Өз Қасым-Жомарт президентіміз айтқандай, болашақ жастардың қолында. Қайырлы кеш, қайырлы күн, құрметті қауымдар. Бүгін мен Такен Алимқұловтың «Музыкальная душа» кітабын туралы айтқым келеді. Ең алдымен бұл кітапты қолыма алғанда, өзінің аты айтқандай, бұл кітап тек қана музыка туралы деп ойлаған едім. Бірақ келе айтсақ, бұл кітап тек қана музыка туралы емес, бұл адамның және де осы барлық қазақ халқының сол кездегі барлық рухани құндылықтарын сипаттайтын кітап болып табылады. Ең алдымен айта кетсек, бұл кітап Такен Алимқұловтың кітабы. Онда бізде Нагакул Торанкулов деген кейіпкердің 20 ғасырдағы барлық оқиғаларды сипаттап, оның көрінісін сол кездегі қазақ халқының өмір салтын көрсетеді. Бұл кітапта біздің қазіргі заманмен салыстыра отырғанда, қазіргі кезде барлығы қарқынды өтуде. Себебі бізде әркімде жұмыс, күнделікті өмір салты және де оқу. Сонымен байланысты біз көбінесе кішігірім ерекшеліктерді байқамаймыз. Осы кітапта біздің қазақ халқымыздың сол кездегі рухани құндылықтарын және де әннің сол кездегі біздің толығымен бізде ән арқылы өзінің адамның махаббатын, мұңын, қайғысын немесе дәл қуанышын жеткізе алатын болатын. Бұл кітапта Нагакул Торанкулов деген кейіпкер көптеген сәттерден өткен болатын. Онда ол жаңа лауазымға отырған болатын, ол лауазымнан шешілетін болатын, отбасы жағдайында қаншалықты қиындықтар болатын. Және де осы кітапта маған ұнағаны, автор Такен Алимқұлов тек қана бір адамда басты назарды бір адам ғана аударған жоқ. Бұл кітапта толығымен барлық бірнеше кейіпкерлердің өмір баяны туралы айтылады. Және де ол арқылы біз оның барлық мінез құлқын біле аламыз. Қазіргі заманда бұл кітап мен ойымша өте маңызды болып табылады. Өйткені бұл жастарға тек қана қазақ халқының сол кездегі дәстүрін және рухани мәдениетімен танысуға ғана емес, тіпті өзін табуға да көмектеседі. Осы кітапта оқи отыра мен осы әннің адамның өміріндегі құндылығын түсіндім. Өйткені ән арқылы біз әр нәрсені жеткізе аламыз, оны басқаға түсіндіре аламыз. Қорытындылай келе, осы Такен Алимқұловтың кітабын қазіргі жастарға оқуға кеңес беремін. Өйткені бұл кітап
мәдени тұрғыда да дәстүрлі ой санаға да дамытуға көмек береді. Біз осы жабында аяқтадық.